Бәріне сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода эскимо тортын дайындайтын боламын. Видеоның соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен кремін дайындап алатын боламыз. Таза ыдысымызға жылы сүт, жұмыртқа, қантты салып, оның үстінен крахмалымызды салып, жақсылап венчикпен араластырып алатын боламыз. Содан соң газге қойып, осы массамызды қайнағанша, яғни қоюланғанша араластырып отыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай қоюланады. Содан соң газды өшіріп, бөлек ыдысқа осы қоюланған массамызды суытып алу үшін салып алатын боламыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, суығанша шетке қойып қоятын боламыз. Енді бисквитімізге кірісетін боламыз. Ең алдымен сухой заттарымызды, яғни ұн мен разрыхительді және ванилий сахарды араластырып алатын боламыз. Содан соң таза ыдысымызға какаоны салып, оның үстінен қайнап тұрған ыстық сүтті құйып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Ешқандай түйіршік қалып кетпеуі керек. Осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң үстінен сұйық майымызды қойып, барлығын жақсылап араластырып шетке қойып қоятын боламыз. Келесі таза ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, шым-шым тұзды салып, оның үстінен қантымызды салып, барлығын жақсылап 10-12 минут ағарғанша миксерлеп алатын боламыз. Бұл жерде жұмыртқамыз жылы комнатный температурада болғаны дұрыс, сол кезде бисквитіміз жұмсақ биік болып көтеріледі. Осылай 10-12 минут жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің жұмыртқамыз дайын болып қалды. Жұмыртқаның үстінен жаңа какао, сүт, сұйық майды құйып, жақсылап тағда бір миксерлеп алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Содан кейін сухой заттарымызды, яғни ұн разрыхительді араластырып, осы массамыздың үстінен аз мөлшерден сала отырып, лопатканың көмегімен немесе венчиктің көмегімен жоғары төменге қарай жақсылап араластырып алатын боламыз. Құрамы мен мөлшерін төменгі описаниеден таба аласыздар. Бұл торт сливкисіз дайындалса да дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Міне барлық ұндарымызды салдық. Міне осындай пышный масса болып шығады. Келесі формамызды дайындап алатын боламыз. Бұл кезде пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып алсақ болады. Мен бүгін осындай формада пісірем. Диаметрі 18 см. Пергамент және фольга қағазымен орап алдым. Содан соң дайын массамызды құйып 180 градуста 25-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің бисквитіміз дайын, өте биік, жұмсақ болып шықты. Келесі суытып, пищевой пленкаға орап 1 сағатқа холодильникке салып қоятын боламыз. Содан соң кремге кірісетін боламыз. Жұмсақ комнатный температура сары майымызды жақсылап ағаранша 3-4 минут араластырып алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің сары майымыз ағарды. Оның үстінен сапасы жақсы сгущенканы құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң біздің қоюланған креміміз дайын болды. Суды 1 ас қасық, 2 ас қасықтан қосып, барлығын жақсылап біріккенше миксерлеп алатын боламыз. Міне біз барлығын жақсылап миксерлеп алдық. Біздің креміміз дайын, көріп тұрғандарыңыздай. Бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке 30 минутқа салып қоятын боламыз. Бисквитіміз де дайын. Пышақтың көмегімен 3 бөлікке видеодағыдай бөліп алатын боламыз. Ең алдымен шетін осылай кесіп алатын боламыз, сол кезде ыңғайлы. Содан кейін осындай жіпті алып, жаңа кесілген жерлерге жіпті қойып,
видеодағыдай кесіп алатын боламыз. Сол кезде түзу болып кесіледі. Міне біздің бірінші бисквитіміз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай келесін дәл солай кесіп алатын боламыз. Осылай ең алдымен пышақтың көмегімен шетін кесіп шығатын боламыз. Пышағымыз бұл жерде өткір болу керек, сол кезде дұрыс шығады. Содан соң кесілген жерге жібімізді қойып, осылай тартсақ, бисквитіміз тура болып, яғни түзу болып кесіліп шығады. Немесе сіздер пышақтың көмегімен бөліп алсаңыздар да болады. Маған осылай ыңғайлы. Міне бізде осындай 3 бисквит шығады. Содан соң дайын болып тұрған кремімізді 2 кондитерский мешокқа салып алатын боламыз. Келесі бисквитімізге пропитка дайындап аламыз. Ыстық сүтке 1 ас қасық қантты салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне тортымызды жинаймыз. Бірінші бисквитімізді қойып, пропиткамызды видеодағыдай осылай құйып шығатын боламыз. Содан соң осындай формамызға орап, кремімізді жайғастырып шығатын боламыз. Осылай қасықтың көмегімен түзіліп барлық жағына жайып түзетіп шығатын боламыз. Міне екінші бисквитімізді қоямыз. Содан соң пропиткамызды құйып, кремімізді жағып, оның үстінен шығатын боламыз. Бұл торт өте дәмді болып шығады. Сливкисіз дайындалса да үйде жасап көріңіздер. Міне осылай кремімізді жағып алып, оның үстінен ең соңғы бисквитімізді қойып, сәл басып түзетіп шығатын боламыз. Содан соң креміміз сіңу үшін тағы да пищевой пленкамен бетін жауып, холодильникке 40 минутқа қойып қоятын боламыз. Міне біздің 40 минутымыз өтті. Кремін жақсы болып сіңді. Көріп тұрғандарыңыздай осындай форманы алып тастап, видеодағыдай немесе кез келген түзу бір затпен осылай шетін түзелеп шықсаңыздар болады. Содан соң мен осындай шоколад пен сары майды ерітіп, бетіне шоколадный глазурь жасап алдым. Содан соң осылай құйып, барлық жағына жағып шығатын боламыз. Тағы да холодильникке 30 минутқа сәл қатқанша салып қоятын боламыз. Міне біздің уақытымыз өтті, тортымыз дайын. Өз қалауыңыз бойынша сендесеңіздер болады. Содан соң кесіп көреміз. Көріп тұрғандарыңызда өте жұмсақ болып шықты. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Көптеген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ас болсын!